Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Түрік тілі A1 деңгейінің 8-ші дәрісі. Біз büyük bir aileyiz. Біз үлкен бір отбасымыз. Бұл дәрісте отбасы мүшелерінің, туысқандық атаулардың түрік тілінде қалай айтылатынын, ағайын туыстарымызды, туысқандарымызды түрікше қалай айтамыз, соны үйренеміз. Мына суретте отбасы мүшелерінің суреттерін, олардың аттарын және қазақша аудармаларын көріп тұрсыздар. Отбасы дегенді түрікше aile деп айтамыз. Aile. Dede дегеніміз ата, baba anne. Бұл апа, әже, яғни baba anne әкеміздің анасы деген сөз. Өзіміздің апамызды, әжемізді baba anne деп айтамыз. Dayı, нағашы, anne. Бұл нағашы апа, нағашы әже, яғни анамыздың анасы. Anne. Baba, әке, anne, ana, çocuk, bala. Kardeş деген бауыр, erkek kardeş дейтін болсақ, бұл іні, kız kardeş дейтін болсақ, қарындас болады. Hala, әпке, яғни әкеміздің әпкесін немесе қарындасын әке жағынан әпкелерімізге hala деп айтамыз. Amca, әке жағындағы ағаларымыз, аға, көке, яғни әкеміздің ағасын немесе інісін әке жағындағы туысқан ағаларға amca дейміз. Teyze, бұл нағашы әпке. Genç дегеніміз жас, yaşlı дегеніміз кәрі. Біз жалпы қазақ тілінде аға және әпке дегенді барлық өзімізден жасы үлкен ер кісілер мен әйел кісілерге, әпкелерімізге қолданамыз. Бірақ түрік тілінде әке жағындағы ағаларға amca, әке жағындағы әпкелерге hala деп айтады. Ал ана жағындағыларға, ер кісілерге dayı, ал әпкелеріне teyze дейді. Ал abla деп тек қана өзінің туған әпкесіне айтады. Abla дегеніміз негізінде тек туған әпкесіне ғана айтылады. Жалпы басқа үлкен кісілерге де әпке деп, abla деп қолданыла береді әпке орнына. Бірақ негізінен abla деген кезде ол туған әпкесі деп саналады, есептеледі, солай түсініледі. Мына бір мәтінді оқиық. Bugün Kurban Bayramı. Hepimiz dedemin evindeyiz. Ev çok kalabalık. Bütün akrabalar burada. Biz büyük bir aileyiz. Ama bu büyük ailenin içinde birçok küçük aile var. Örneğin biz. Yani babam Hasan Bey, annem Necla Hanım, ablam Sevil, kardeşim Can ve ben Emre. Dedem Nurettin Bey'in yaşı 60'ın üstünde. Ninem Hayriye Hanım ise 59 yaşında. Babam ailenin en büyük çocuğu. O 39 yaşında. Tahsin amcam ondan 3 yaş küçük. Halam Hatice ise 32 yaşında. Gelinler, damatlar ve 7 torun. Tam 15 kişi. Gerçekten büyük bir aile değil mi? Amcam ve Saniye yengem meslektaş. İkisi de aynı okulda öğretmen. İkiz çocukları var. Kuzenlerim Pelin ve Tülin 7 yaşındalar. Boyları, saç ve göz renkleri, yüzleri aynı. Biraz yaramazlar ama çok sevimliler. Hatice halamın 2 oğlu var. Büyük kuzenim Salih 6, küçük kuzenim Mert 3 yaşında. Eniştem Yusuf bilgisayar mühendisi. Halam ise ev hanımı. Çok becerikli bir kadın. Maalesef Fahrettin dedem hayatta değil ama anneannem Cemile Hanım torunlarının yanında. Annemin bir ağabeyi ve bir kız kardeşi var. Halime teyzem Ankara'da. Muhsin eniştem polis memuru. İşi zor ve bazen de tehlikeli. Onların henüz çocukları yok. İhsan dayım sempatik bir adam. İletişim Fakültesinde öğretim görevlisi. Dayımın yaşı 30'a yakın. Nişanlısı Filiz çok güzel ve zeki bir kız. Tıp fakültesi mezunu. Onlar şimdilik bir aile değil ama düğünleri çok yakında.
Мына жерде қызылмен белгіленген сөздердің барлығы туысқандық атаулар. Акраба дегеніміз бұл туысқан, ағайындар деген сөз. Аннем, аблам, кардешим, анам, әпкем, бауырым, інім немесе. Нине деген әже. Жаңа айттық, әке жақтағы әкеміздің аға інілеріне амжа деп айтамыз, ал әпке қарындастарына хала деп айтамыз дедік. Келин дегеніміз келін, дамат күйеу бала, торун немере деген сөз. Жеңгені еңге деп айтамыз. Ал енді әкеміздің аға інілерінің және әпке қарындастарының балалары мен сондай-ақ нағашы ағамыздың балаларын және нағашы әпкеміздің балаларын, бөлелерімізді, жалпы бұлардың барлығы түрікшеде бір-біріне кузен болады. Бір-біріне кузен деп айтады. Enişte дегеніміз жезде, ağabey аға, яғни өз ағамызды ağabey деп айтамыз. Kız kardeş қарындас. Teyze дегеніміз нағашы әпке, dayı дегеніміз нағашы аға. Ал нишанлы деген, нишанлы бұл құда түсіп, сөз байласып қойған, үйленетін болашақ жарына нишанлы деп айтады. Evet, benim ailem. Мына мәтінді сіз өзіңіз видеоны осы жерден тоқтатып, бір қағазға өз отбасыңыз туралы жазып шығыңыз. Мысалға, benim adım Ercan. Ben 35 yaşındayım. Benim ailem büyük bir aile. Ailemde 6 kişi var. Biz Türkistan'da yaşıyoruz. Деген сияқты сізде бос орындарға өзіңіздің отбасыңыз туралы сөздерді қойып, осы мәтінді толықтырып жазып шықсаңыз болады. Мысалға, бабамın adı, әкемнің есімі, аты. O kaç yaşındaysa, әкеңіз қанша жаста болса, соны. Babamın mesleği, yani әкемнің мамандығы. Babamın mesleği polis memuru деген секілді. Осы мәтінді толықтырып жазып шығыңыздар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, benim çocuğum abimin nesi olur? Yani менің ұлым ағамның кімі болады? Ағама кім болады? Benim çocuğum abimin yeğeni olur. Türkçеде yeğen деген сөзді жиенге де сондай-ақ өзінен жасы кіші, жалпы аға інілерінің балаларына да, жасы кіші балаларға да қолдана береді. Жиен деп те қолданады, сондай-ақ өзінің туған бауырының балаларына да yeğen деп айта береді. Büyük annemin eşi, яғни үлкен ана деп тұрғаны, бұл жерде апа әжесі. Büyük annemin eşi benim dedemdir. Dedem olur. Halamın eşi benim eniştem olur. Benim annesi benim babaannemdir дейді. Yani babaanne деген әкеміздің анасы, өзіміздің апамыз, әжеміз. Yani benim babamın annesi benim babaannemdir. Amcamın oğlu benim kuzenimdir. Oğlumun çocuğu, oğlumun balası benim torunumdur. Yani benim nemerim. Dayımın eşi benim yengemdir. Babamın babası benim dedemdir. Yani әкемнің әкесі менің атам, dedem. Teyzemin annesi benim anneannemdir. Teyze дегеніміз нағашы әпке деп айттық. Яғни нағашы әпкемнің анасы менің нағашы апам, anneannem, anamның анасы. Benim hanımım annemin gelinidir. Менің жұбайым, әйелім, анамның келіні. Мына жерде туысқандық атаулар бар. Осыларды жазып, жаттап алыңыздар. Және түрік тілінде жаңа сөз жаттаған кезде, оның тек қана аудармасын ғана жазып жаттамай, сол сөздердің түрікше түсініктемесі қандай болады, соны жазып, түрікше түсініктемесімен жаттағандарыңыз өте жақсы. Бұл сіздердің сөздік қорларыңызды дамытуға үлкен көмегін тигізеді. Мысалға, мына сөздердің барлығын туысқандық атауларды жазып алып, жанына аудармасын және сонымен қатар түрікше түсініктемесін жазыңыздар. Яғни түрік тіліндегі түсіндірме сөздіктен түсініктемесі қандай, соны жазып алыңыздар.
Бұл үшін ТДК, ТДК деп Googleға жазсаңыздар, сол жерде түрік дил құрымының сөздігі шығады онлайн. Сол сөздікке кез келген сөзді жазып, оның түрікше мағынасын көруіңізге болады. Дүнір дегеніміз құда, құдағи, амжа, тейзе, хала, ен, торун, бұларды жаңа айттық. Қайнана, қайнана, ене, кайынбаба, қайната, нине дегеніміз әже, қожа деген күйеу, кары деген әйелі, жұбайы, деде ата, анне, нағашы апа, баба анне өзіміздің әкеміздің анасы, апамыз, әжеміз, анне ана, баба әке, абла әпке, абей аға, кардеш бауыр немесе іні, enişte jezde, yenge jenge, baldız baldız, kayınbirader kayını, görümce kayınsınılı, gelin kelin, damat kүйеу бала, dayı nagaşı, oğul ul, kız kız. Aitlik eki. Aitlik eki ki бұл бір нәрсенің неге тиесілі екендігін немесе қайда екендігін көрсету үшін қолданылатын жалғау. Мысалға, бүгінгі топлантı saat kaçta? Бүгінгі жиналыс. Қай жиналыс? Бүгін болатын жиналыс. Bugünkü toplantı saat kaçta? Yarınki ders burada değil. Ertengi sabah бұл жерде емес. Odadaki televizyon eski. Odadaki bölmedегі теледидар ескі. Қай жердегі? Bölmedегі. Kitaptaki örnekler çok zor. Kitaptағы мысалдар өте қиын. Masanın üstündeki çanta kimin? Üstелдің üstündегі sömke kimninki? Sizin bilgisayarınız yeni, benimki eski. Sizдің компьютеріңіз жаңа, меніңкі ескі. Aslı'nın arabası kırmızı, benimki mavi. Aslı'nın көлігі, машинасы қызыл, меніңкі көк. Яғни, бір нәрсенің, заттың кімге, неге тиесілі екенін, не болмаса, қай жерде екенін білдіретін жалғау. Мысалы, енді мына жерде бірге бос орынды толтырайық. Park, çocuklar çok mutlu. Бірінші бұл жерде киді жалғамас бұрын, оның алдына септіктің жалғауларын жалғап аламыз. Parktaki çocuklar çok mutlu. Bugünkü dersin notları sende var mı? Gazetedeki haber çok ilginç. 4. kattaki sınıf boş. Kurstaki öğrencilerin bazıları Alman. Onun gözlüğü burada, benimki nerede? Gömlekteki bu lekeler ne? Немесе senin болған кезде, senin gömleğindeki bu lekeler ne? дейміз. Енді мына жерде сөйлемдерді, екі сөйлемді осы ки арқылы біріктіреміз. Мысалы, бардақтар долапта, долап, mutfakta, стакандар шкафта, шкаф, ас бөлмесінде, ас үйде, бардақтар mutfaktaki dolapta, стакандар ас үйдегі, ас бөлмесіндегі шкафта. Ары қарай жалғастырайық. Çiçekler vazoda, vazo salonda. Çiçekler salondaki vazoda. Canan'ın boynunda kolye var. O kolye gümüş. Canan'ın boynundaki kolye gümüş. Ankara'da arkadaşlarımız var. Onların da selamı var. Ankara'daki arkadaşlarımızın da selamı var. Yarın bir toplantı var. O toplantı çok önemli. Yarınki toplantı çok önemli. Karşımda bir kız var. O kız çok güzel. Karşımdaki kız çok güzel болады. Міне осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.